Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Анаргүл. Бүгін сіздермен сүттен өте оңай бір жасағаннан керемет болып шығатын зебра пирогын жасайтын боламыз. Міндетті түрде менің рецептімен жасап көріңіздер, керемет болып шығады. Рецептінің соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер: сүт, какао, ұн, разрыхитель, жұмыртқа, қант және де сұйық май қажет болады. Барлығының мөлшерін төменде описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Ең алдымен бір таза ыдысқа қантты және жұмыртқаны салып, осы екеуін миксердің ең қатты жылдамдығында әппақ көбік болғанға дейін жақсылап миксерлеп аламыз. Шамамен 2-3 минуттың ішінде біздің жұмыртқамыз әппақ осылай кереметтей болып көпіріп шығады. Одан соң миксердің жылдамдығын кішкене азайтып, сұйық майды осылай құя отырып миксерлеп алатын боламыз. Қатты миксерлеудің қажеті жоқ, жай ғана бір-біріне араласса жеткілікті. Содан соң сүтімізді де құйып, жақсылап миксерлейміз. Сүттің температурасы маңызды емес, менде салқын сүт болды. Барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырып алғаннан соң миксерімізді ала тұрамыз да, енді ұнымызға міндетті түрде разрыхительді осы ұнға салып жақсылап араластырып аламыз ең алдымен. Содан соң ұнды міндетті түрде елеуіштен өткізе отырып қосамыз. Сол кезде пирогымыз керемет болып көтеріледі. Ұнның барлығын бірден салуға болмайды. Міндетті түрде 3-4-ке бөле отырып, аз-аздан салып, миксерлеп араластырып алатын боламыз. Байқасаңыздар, мен видеода 3-ке бөліп ұнымды салып алдым. Құрметті менің көрермендерім, каналыма жаңадан келген оқырман болсаңыз, міндетті түрде подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Сол кезде сіз менен шығатын әрбір рецептіні жіберіп алмай қарайтын боласыз. Аптасына менде 2-3 рет жаңа рецепт шығып отырады. Сондықтан да менің каналыммен бірге болыңыздар. Керемет рецепттермен қуантып отырамын. Мінекей достар, бізде осындай сұйықтықтағы біркелкі қамыр шығу керек. Дайын болған қамырымызды теңдей етіп екіге бөліп аламыз. Мен көз мөлшермен бөлдім. Қаласаңыз таразымен өлшеп бөліп алсаңыз болады. Енді бір қамырдың үстіне 2 ас қасық какаоны елеуіштен өткізе отырып қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бізде бұл шоколадты қамыр. Енді кезекте екінші қамырдың үстіне 2 ас қасық ұн қосып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Сол кезде біздің қамырымыздың екеуінің де сұйықтығы бірдей болады. Пергамент қағазы төселген формаға қамырымызды 1 қасық шоколадты қамыр, 1 қасық кәдімгі ақ қамырды кезектестіріп құя отырып, осылай зебра тәріздес етіп шығарамыз. Осы кезде міндетті түрде алдын ала пешті 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Болғаннан соң осылай шпажкамен немесе зубочисткамен бетін осылай өрнектесеңіздер өте әдемі шығады. Қамырды құйып дайындап алғаннан соң алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште 35-40 минут шамасында пісіріп аламыз. Мінекей достар, менің пирогым пісіп шықты. Піскенін осындай спашкамен немесе ағаш таяқшамен осылай тексеріп көресіздер. Құрғақ болса біздің пирогымыз толықтай пісті деген сөз. Ас болсын достар, өте керемет, үлпілдек, жұп-жұмсақ болып шығады. Әрі бір жасағаннан керемет болып шығатын рецепт. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойды ұмытпаңыздар. Ол менің каналымның әрі қарай дамуына үлкен үлесін тигізеді. Назарларыңызға көп рахмет.